достар, бүгін Жорық Дәукей көкпар клубы Жорық ұйымдастырып жатыр. Дәл қазір Шарын шатқалының жанындамыз. Алла бұйыртса, бүгін 10 ат. Бүгін сондай бір тест режимында осындай жорық жасап, ар жақ бер жағын байқап көрейік деп жатырмыз. Сондықтан да енді шама келгенше сіздерге көрсетіп айтып отырамын. Мен бүгін сандал көк деген жорғаға мінем. Көрейік. Sürünbüy жүреді. Жарсуын түсінбей жүрді. Сауда мощный жүреді. Бұл жақта жас шықты. Жалпы жорық неше түрлі табиғатмен ұрлады, неше түрлі көрінісмен ұнады. Неше түрлі жануарларды көрдік, аңдарды көрдік, қызыл кітапқа енген құстарды көрдік. Жорық негізі шынымен де көңілден шықты. Ананы сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Қазақстанның табиғаты шетелден асып түсіп кетпесе кем емес. Қаншама шайқастар болған тарихи аймақ қой. Соны ата-бабамыздың жүріп өткен жолы, соны бізде бір сезініп көрейік деген мақсатпен жорық жасаған болатымыз. Шарын шатқалын аралап, атпен қазақ қарабайыр жылқылармен бір серлі құрып қайтқан жағдайымыз бар. Өте керемет болды, есте қаларлықтай. Жалпы мақсат қандай бүгінгі біздің мына іс-шарамыздың? Негізінде жорық дейміз ғой. Жорық жаңағы қазақтың рухты оянатын іс-шара. Сол өзіміздің жерді бөлу керекпіз. Мысалы біздің ата-бабаларымыз қанша соғысқан осы жер үшін. Осы бүкіл аймақтарды аралап, атпен аралау керекпіз ғой, бөлу керекпіз.
Мұстафа не болды? Көңіл күйің жоқ па? Просто ұйықтағым келіп тұр. Ұйықтағың келіп тұр? Саған өзі жалпы шыныңды айтшы, атқа мінген ұнай ма, ұнамай ма? Давай только честно. Ұнамайды. Неге? Шаршатады. Шаршатады. Иә. Сенің достарыңның ішінде осы атқа мінетін міне алатындар бар ма? Класстастарыңнан? Жоқ. Ешкім міне алмай ма атқа? Жоқ. А ты не считаешь, что это твое преимущество, то, что ты умеешь верхом ездить? Ну, считаю. Мақтанасың ба атқа міне алатыныңа? Иә. А? Иә. Толық айтсың? Иә, мақтанамын. Мен атқа міне алатыныма мақтанамын деп айтсай тұрса. Иә, мен атқа мінемін. Мүйізімен жатыр екен. Жоқ, сосын проблем бар ма? Тау текенің сүйегін тауып алдық. Тауып алғанда арнайы іздегем жоқ, жолда жатыр екен. Мүйізі сау екен бірақ. Соның әлгі жерде қулық танытып, мүйізін ала қоям ба дедім, үлкендер алдырмай қойды. Бәле болады ертең. Сондықтан сіздер де көріп жатсаңыздар, мүйізін алмаңыздар. Бәле болады. Ал біз әлі келе жатырмыз. Керемет тау тастар алап. Hızlıca salındır. Var mı bıktı mı? Жорықтың жолы өте қиын болды, бір сөзбен айтқанда. Өйткені 90 градус болмаса, бір 80 градустай подиумға көтерілдік. Одан кейін тағы да сондай градуспен төмен түстік. Соның бәріне ат шыдап берді соңына дейін. Бір жерде жолдан тастамай, таганса соңына дейін апарып берді. Мен өзімнің ұққаным бұл жорықта әр адам әртүрлі жорыққа не алады. Қалай айтсам екен, жорықтан кейін сезім алады. Мысалы, менің сезімім бір өзіммен өзім сөйлесіп, алға қойған мақсаттарым бәрібір ішімде ойланып, прям бір көп сұраққа жауап табылмай жүрген кезім осы жорықта жауап табылды. Жан-жағыма қарап, шынын айтқанда сол өзіңмен өзің сөйлесесің да, көп сұраққа бизнесте болсын, кәсіпте болсын, өмірлік жағдайда болсын, осы жорықта мен
жауабын алдым. Терапия болды шынымен де, бір жеңілдеп қалдым жоқтан кейін. Ең бастысы үйіне қонақ болып барып, әйелінің сырын тауып, әйеліне жаңағыдай жағымпазданып, қалай десе, бұл намазда жатқанда дейді да, намазда жатқан кезінде дейді өтіп жатыр, мысалы сабақ. Ұстаз, бізде де сахаба бар. Екі күннен кейін келді. Ол кезде мына жерде жазылып тұр. Қара. Қарайды. Қалай отыр қырғыда? Шүкір Алла. Ақын. Оның алдында біз арқаның жорығына да қатысып көрдік. Арқадағы Ерлан Нәтиже деген сүт фабрикасының басшылары қонақ қылып шақырған болатын. Ол кезде бірақ айырмашылығы бұл жазық жерде болды да. 60-60-тан 120 шақырымда 2 күнде жүріп өттік. Ол жерде ерекшелігі мына Жетісудың жері, мынадай таулы аймақтар көп қой. Соған жаңағыдай сәл басқаша болады екен. Арақашықтық қысқа болғанмен, бірақ аттарға да, адамға да ауыртпашылығы бірдей екен. Неге десеңіз, таулы аймақтардан жүргенде аттардың да арқаға барған сияқты айырмашылық қатты білінбеді. Не болды көкдауылға? Ау, Көкдауыл дұрыс болды ма? что, сия алмай қалды? Құлақпаған жоқ па әйтеуір? Жоқ. Давай, шапар. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربه بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم.
Maşallah. Selamun aleyküm. Апар аяқталды. Тым шаршамадық. Жорықтан кейін шаршау болмады. Кейбір адамдар одан кейін мысалы 1-2 сағат аттан жүргеннен кейін денелері ауырып, в общем, әлсіреп қалады. Менде лично өзімде шаршау деген болмады. Бір рахат алдым жорықтан. Жеттік ау осы күнге. Машалла. Ya mına жаққа байлаған дұрыс. Деннің саулығын берсін. Farkat dur. Farkat. Жоғар. Ақсақал бұланды. Орын бар, орын. Жетеді. Бір ауыстырасың бай. Бір жет. Жеттік. Қазір Шарын өзенінің Мұстафа! бойындамыз. Мұстафа! Шарын шатқалынан төмен демалып жатырмыз. Сонымен Мұстафа! 25-30 шақырым жүрді. Сонымен 25-30 Мә, шақырым. зарядқа қойш. Сонымен 25-30 шақырым жүрдік. Өткен жылы жорыққа бардым. Данияр ағалармен бірге, осы Дәукей клубының жігіттермен бірге Алакөлдегі жорыққа. Сол кезде мен жорға атқа отырдым. Біз таңнан кешке дейін 50 шақырым жерді аттың үстінде отырып өткіздік та. Сол кезде жорықтың құдіретін түсіндім. Өйткені манеж ол бір бөлек. Осы жерде сіздер отырған кезде аттың рахатын, жалпы мына қазақилықтың рахатын аяғына дейін сезіне алмайсыздар. Ал жорықта арнайы киім киіп, етік киіп, жорға атыңды дайындап, алысқа барған кезде жорықтың құдіретін және де біздің қазақи құдіретті түсінесіздер да, тарихты түсінесіздер. Неге ата-бабаларымыз аттың үстінде отырып мықты болған? Неге олар алыс жолда аттармен өткізген, жорық жасаған? Соның барлығын біз қазір жандандырып, Аллаға шүкір, өзім де осы жердегі ағаларымыз да себепші болып, қазір дайындалып жатырмыз. Жорға атты дайындау процесіндеміз, және де сол жорықтарға дайындалу процесіндеміз. Жорық бұл қазіргі тренд. Неге? Өйткені өзіңнің қайдан шыққаныңды, кім екеніңді білгің келсе, онда алыс жолға атқа отырып, өз-өзіңмен болып, жан-жаққа мына Құдай берген құдіретті көріп, рахаттанып өту керек деп ойлаймын.